Мұрат Абдулламитұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сізді көпшілік ең алдымен қоғам белсендісі ретінде жақсы таниды. Сырдың аманатын арқалап, үлкен мінберлерде халықтың, елдің жағдайын жеткізіп жүрген жайыңыз бар. Қателеспесем, жақында ғана осы жазда Қызылордаға келіп кеттіңіз. Әр келген сайын байқала ма сізде өзгеріс, байқайсыз ба қаладан? Соңғы кездерде өте өзгерістер көп, және көзге көрінетін өзгерістер. Енді кейбір өзгерістер көзге көрмейтіндер де бар. Мысалы, ол экономика жағында, мысалы, оны да білем ғой мен. Енді қызметіме қатысты, сол себептен мен көзге көрінбейтін өзгерістер, ол бюджетіміз өте қатты өскені, Қызылорда болсын. Енді бұндай деңгейде бюджет болған емес қазір осы. Мен ойымша, сол көзге көрінбейтін өзгерістер көзге көрінетін өзгерістер береді. Mesela қалалар, көшелер жөнделіп жатыр, жаңа ғимараттар салынып жатыр. Жалпы инвестициялар келіп жатыр шетелден. Мен бюджет деп айтатын болсам, мемлекеттің қаржысы ғой. Ал енді сырттан Қызылорда облысына, мысалы, артығымен бұрын күтпеген инвестициялар келіп жатыр. Ол жеке инвестициялар. Әлеуметтік парақшада өте белсендісіз. Өзекті мәселелерге қатысты дер кезінде өзіңіздің ойыңызды білдіресіз. Сапарларға шықсаңыз, тұрғындармен селфи жасайсыз, өзіңіз селфи жасап, өзіңіз мәтінін жазып, осы қоғамдағы оқиғаларға қатысты пікір білдіріп отырасыз. Оқырмандарыңыз сізге жиі хат жолдай ма? Көбіне қандай мәселелерді олар арқау етеді тілге? Оларға жауап беруге сізде мүмкіндік бола ма? Міндетті түрде мен енді әлеуметтік желі деп түсінетініміз жалпылама ұғым бар ғой, әлеуметтік желі деген. Бірақ соның ішінде саяси қоғамдық бағыттағы желілерді мен көбірек пайдаланамын. Енді негізгісі Facebook. Facebookке күніне кемінде 4-5 ақпарат шығарамын. Ең негізгі құрал ол тек қана ақпарат жеткізу емес, ой бөлісу емес, сол азаматтардың пікірін зерделеу. Сол себептен мен оны саясаткер есебінде бұны кәсіби пайдалану деп айтсам, мен артық айтпаған боламыз. Біз енді көбінесе ашық саясат жүргізгеннен кейін ашық пікірге ашық жауап береміз. Ең керемет сондай Facebooktың ерекшелігі сол деп өзім есептеймін. Селфи жасайсыз, мәтін жазасыз, соның өзі көпшілік оқырмандарыңыздың сенімділігін тудырады. Бірден мысалға мәселесін айтуға, ашықтыққа, қолжетімділік бар халыққа деген. Осы тұрғанда Facebook'та айтып жатсыз, мессенджеріңізді көре аламыз ба? Қандай мәселелермен сізге тұрғындар жазады? Сіз оларға барлығына бірдей жауап беруге сізде мүмкіндік бар ма екен? Бұлай жалпыма көрсетейін, көбінесе мен барлығына күнде қарап отырам, жауап берем. Бірақ көп келеді. Бірақ ол көбінесе нақтылау. Телефон номерін береді. Мысалы, мынандай мәселемен хабарласуға, бір сілтеме береді, бір жерге кездесу болатын болса, ашыққа шығаруға болмайтын нәрселерді береді. Басқа желілердегі директі жеке ақпарат алмасуды көп қолданбаймыз. Кезек күттірмейтін мәселе деп нені айта аласыз? Ол енді бір жедел бір жағдай болғанда, мысалы, азаматтарда да, мысалы, жедел шешім табатын жағдай, мысалы, әділетсіздік болса, төтенше жағдайлар болса, тез арада шешім қабылдамаса, бір ұшып кететін жағдайлар болса, соны тез арада араласу керек деген мәселе бар. Мұрат Абдулламитұлы, біз білеміз, сізді қарапайым мұғалімнен бастап, осы қазіргі қызметіңізге дейін сатылап өскен адамсыз. Қызмет сатылап өскен сайын сізде жауапкершілік жүгі де басым болады. Осындай тығыз жұмыс графигінде отбасыңызға қалай көңіл бөлесіз? Үлгересіз бе барлығына? Мен енді соңғы жылдар көбірек көңіл бөлуге тырысамын. Балдарым қалай өскенін байқамай қалған. Енді тез өсіп кетті. Мен қызметке көп араластым, Қызылордада жұмыс істедім. Ал енді немерелер пайда болғаннан кейін бізде жаңа функция пайда болды, ата деген да. Ата, әже деген функция ерекше ғой, ол сенің қызметіңе қарамайды, әлеуметтік жағдайыңа қарамайды. Уақытың бар ма, бар емес пе емес, сен ата болуың керек, және немерелермен уақыт өткізуің керек, соларды ойлануың керек. Сол себептен осы немерелер шамалы өсіп, сөйлеп, араласып бастағасын, мен жалпы отбасыма көбірек көңіл бөлетін болдым. Көбінесе осы 90% астам
кешкі уақытта мен үйдемін. Таңғы асымыздан бастап, арасында жұмысқа барып келген болмаса қалған уақытта отбасымен бір болып тырысамын. Жеңгемізге үйдегі қалай көңіл бөлесіз? Күнде өз көңілімді білдіремін. Жақсы дәстүріміз бар. 2013 жылы ресми қызметтерден кетіп 23-ке дейін осындай бос графикте жұмыс істедім. Таңғы асымызды 1 сағат асықпай бірге таңғы ас ішеміз. Күнде 1 сағат асықпай. Ақыл ой бөлісеміз, толықтырамыз, бір-біріміз қолдаймыз. Жылдам мен туған күніме әдейі бір гүл шоғын сыйлайды. Бірдей астра гүлдері. Жылда үзбей үйлердің алдында бір жыл бұрын сондай гүл шоғын сыйлаған еді, сол жақсы дәстүр болды. Біз енді сондай керісінше отбасымыз, ол маған осылай туған күніме әдейі көрсетіп, суретке түсеміз. Танысқан кезімізде бүгін крас есіме түсті. Қызылордада жастардың неке қию сарайы ашылған екен. Сол жерде қызық болсын, әңгіменің аяғында айтып берейін. Студентпіз екеуміз. Студенттердің арасында бір уақыт өткізудің бір жақсы ойыны пайда болды. Ол ойын атауы ол кезде орысша айтқан соломенная свадьба дейді. Ойын шарты мынандай: өтірік ойын үйлену тойы. Қыздар жігіттердің арасында жігіт келіншек таңдайды, пара. Қыз жолдас, күйеу жолдас, құдалар, басқа құда түседі. Сөйтіп бір айға созылған ойын. Сен, Мұрат, күйеу боласың. Енді келінді арамыздан таңда, қалыңдығында. Мен сол 6 қыз тұр екен, соның ішінен болашақ жарым, ардақты таңдадым. Өзім көзім түсіп жүрген шығар. Осы ардақ болсын деп айттым. Ойын екінші шарты: міндетті түрде ЗАГСке барып, заявление беруіңіз керек. Шынымен бар. Шынымен ЗАГСке бар. Ол кезде студенттерге ЗАГСке заявление берсең, карточка береді, талон. Көйлек алуға болады. Сөйтіп, 21 ноябрь күні заявление бердік барып. Сосын 3 күн тойладық. Бір ай бұрын бірақ дайындалдық. Сөйтіп, бірақ араласып бастадық. Бір жылдан кейін тура 21 ноябрьде үйлендік екеуміз. Сондай бір қызық тарихы бар жағдай. Бізге орталыққа келетін кезде көп адамдардан айтып жатады, біз анамызға келе жатқандай боламыз, анамыз есімізге түседі деп. Ана туралы бұл жерде тебіренбеу мүмкін емес деп. Сіз өзіңіздің анаңыз жайлы айтып отырасыз ба? Анаңыздың қай қасиеті ұнайтын сізге? 2 жыл болды дүниеден озды. Әр кезде анам туралы әлеуметтік желіде жазатын. Келем, суретке түсем, және анам бір қасиет туралы жазады. Маған ұнайтыны жаңағы капуста салған пирожки. Қызылордаға келіп, соған асығатым, соған жеуге. Соны анама айтатым: сен шөберлеріңе үйретші, пирожки жасау. Тез жасай саласың. Соны камераларды қосып қойып, пирожки жасады. Соны мен сұрадым: мамадан, сен әр кезде папаң үйретті тамақ істеуді, папаң үйретті де айтасың, неге деп айттым ғой. Қайтыс болардың алдында бір 2-3 ай бұрын. Соны айтады: Мұрат, мен үйтіп айтатын, дәл сол жерін білмейді екен де, соны ойламаған ғой. Әкесі соғысқа кетті, ол 4 жаста қыз. Сосын 12 жасында мамасы қайтыс болды. Мектеп бітіргенше интернатта өскен. Енді интернат деп ойлаймыз, бірақ интернаттың қасиеті үй болмаған ғой. Тамақ істейтін орын болмаған, өз ыдысы болмаған, кастрюлі болмаған, қазаны болмаған. Енді жетім өскеннің есебі болған, әжесі болған, бірақ сонда мен папама тұрмысқа шығып, бірінші тамақ істей берген едік. Өмір бойы өкіметтің тамақ ішкен ғой. Сол, мен жас тұрмысқа шықтым, бірақ тамақ істеу мәдениетін, қонақ күту мәдениетін білмеген. Әкем үйреткен. Бірақ содан білмеймін, бірақ қасиеті дастарханды толтырып қоятын. Молынан жасайды. Өзі сосын алдымен тігінші болды, сосын аспазшы болды. Содан тамаққа жақын. Ең үлкен арман балдарды тойдырдық. Сол мен ойлаймын, кішкентай кезіндегі бір
өзі тойып тамақ ішпеген, үйінде дастархан болмаған, содан болу керек жаңағы. Бұны өзіне бір үлкен бір мақтаныш, міндет, үлкен бір өзіне бақыт деп сезінетін шығар. Жаңа балдарды тойдырып тамақ ішкен. Біздің орталық облыстың, қаланың мерейтойы қарсаңында қыз-келіншектердің игілігіне берілген ғимарат қой. Осы жаңадан жұмысын бастап жатқан анаға тағзым орталығына бір ауыз өзіңіздің тілегіңізді білдірсеңіз, не күтесіз осы ұжымнан? Мен өзім күтетінім әрине анаға тағзым деп біз тек қана осы еске алу, тек қана осы бұрынғы нәрселерді ғана айту емес, алдағы уақытқа қарауымыз керек. Мысалы, ана, бұрынғы болған аналар, әжелеріміз, бүгінгі аналар, болашақ аналар. Және тек қана ана емес, отбасы мәселесі. Кеше ғана осы жерде бір шара өткіздік. Менің ұстазым мерейтойын тойладық. Сонда мен айтып жатырмын, жалпы анаға екі есе салмақ түседі. Бір жағы үйінде ана болу керек, отбасын ұстап отыру керек. Екіншісі қызметінде жетістікке жету керек. Сол себептен бір салада жетістікке жеткен адам әйел адамға екі есе қиын. Аналарға біз бас июіміз керек, құрмет көрсетуіміз керек және көмектесуіміз керек. Осы орталықтың мүмкіншілігі мол, соны бірге пайдаланайық.